Саламатсыздар, сәлем достар. Сіздермен бірге мен Сымбат, менің анама видеома қош келдіңіздер. Бүгінгі түсіретін видеомда Get Ready With Me в школу деп аталады, яғни мектепке дейінгі таңым. Мектепке сіздермен бірге бүгін дайындалатын боламын. Және де осындай видеолар сіздерге қызық болатын болса, онда комментарияға жылы лебіздерін жазып кетіңіздер. Қазір мен бетімде маска тұр, мен өте қатып қалып бетім. Енді күнде жаға бермегеннен кейін біртүрлі. И қазір мен уже макияжымды жасауға отырайын деп жатырмын. Бет қолымның барлығын дұрыстап жуып алдым. Короче, енді все. Қазір маскамды шешіп қойдым. Ох, кайф құда. Көреш, бетім жылтырап тұр, капец. Тым кәдімгідей свеженький болып қалды. Мен масканы күнде жаға бермеймін. Байқаған боласыздар да менің видеоларымда. Вот сол үшін мен анда-санда қолданамын да. Вот. И қазір мен өзім дорамамды көрейін деп жатырмын. Кеше мен көріп жатыр едім. Бір жағынан бөліп зат сөйтіп көре алмадым дұрыс кеше. Одан кейін қазір көрейін деп жатырмын. Обязанности после школы деген жанды фильмді дораман көріп жатырмын. Маған қызық болып жатыр енді андай. Боевик бір жағынан мындай. Қазір мен енді дорамамды көріп боянатын боламын. Поскорее выздоравливай. В общем, сол қазір боянып уже бастайтын боламын. Сіздерге таймпас арқылы көрсететін боламын. Озвучить етем, не қолданып жатырмын деген сияқты. Бүгін легкий макияж жасаймын, как и всегда. Мен соңғы кездері көп боянып жүрген жоқпын, байқаған боларсыздар. Так, озвучить ететін болсам, мен бірінші осылай увлажняющий крем жағып аламын. Қасымды тараймын қатырып, потом консилер жағам, потом керлермен көтеріп алам кірпігімді, сосын бальзам жағам, потом контурин жасаймын, содан кейін хайлайтер жағамын, ерінімді бояймын, и все, макияжым аяқталды. Мен боянып болдым, короче. Мен осындай боянып болдым. Және де мен соңғы кездері вообще 2 аптадай ма болды, что легко боянып жүрмін, то есть легкий макияж жасап жүрмін, тек ерінім ғана көрініп тұрады. И кірпігімді көтеріп сөйтем, ал былай стрелка сызып өйтпеймін да. Вот такой вот у меня легкий макияж получился. Мен қазір, короче, таңғы асымды ішуге барам. Таңғы асқа менде тостер, нан мен сырды тостерге салып жасаймын. Вот осындай тостерге ішіне салатын болам. Қазір осындай ұстайтын мен. Мен осындай тостер жасап болдым. Енді, короче, қазір мен осыны жеп, өзім дорамамды көремін. Екінші сериясына енді келдім. Короче, кеше бастадым. Солай. Қараңыздар ма? Уақыт ауысқан кезде, уақыт ауысты ғой енді. И тағы өте жарық болып жатыр, еще и плюс уақыт асықпай өтіп жатыр кәдімгідей. Реально, я за ней салам. Білмеймін басқа сіздер. Уақыт асықпай өтіп жатыр. И вообще сабаққа мен негізі прям үлгермейтінмін. 6-да тұрғанмен ше, жазып 5:30-да тұрғанмен үлгермейтінмін да. Қазір 6-да тұрамын, үлгеремін. И, кстати, мен кәдімгі сырған киіп аламын. Аты ұмыт кетемін. Сразу киіп алмасам. Қазақи нақышта кию керек. Бізден бірінші наурыздан бастап деп айтқан. Так. Осындай сақтағандар жақсы көремін. Бұлар әлі емес, жартысы менің сумкамда. То есть мен оларды сатамын көбісін. Мынандай білезік бар, өзінің білесіздер. Мынандай сырғалар бар. В общем, мынандай жинаған мен жақсы көремін. Мынандай чокер бар. Менің анау бар, бір цепочек. Мына жақтан менің заттарым, мына жақтан. В общем, бигуди жатыр, очки жатыр. Ойбай, мынау кірпігім, мынау андай шугаринг қой. Құрса тағы көрді біреулері. Қазір мен енді дорамамды сағат көремін. Сағат қанша болды қазір? Бұның сәлка сушқа. 48 болды. Мен қазір енді кішкене киініп, дорамамды көріп, кейін балатын болам. Давайте 7-ге дейін дорама қарайым. 7-ден кейін уже киіне бастаймын. Все.
общем, достарымды киініп болдым. Мен осы шашымды маленько қылып жасадым. Үстіне мынандай костюм кидім и корсет и шалбар. В общем, сол. Такой у меня лук сегодня. Қазір 7:12 болды. Мен 7:30-ға дейін, в общем, дорамамды көруім керек. Уже почти бітіп қалды. И содан кейін сыртқа шығып бардым, сіздерге көрсететін боламын. Я просто в шоке. Мен мынаның екінші сериясына келдім и өте қатты жылап жатырмын. Ой, жылағым келіп тұр. Я просто не понимаю, как так... Как так можно, блин? Самый... Короче, мен жылайын деп жатырмын. Мынаның екінші сериясынан ақ көріп. Реально, простите, достар. Типке шығам. Короче, очень жаман сезіммен шығайын деп тұрмын. Короче, өте қатты қожам. Короче, мен осы екінші сериясын бітіп, короче, жалым келіп тұр. Реально. И қазір енді мен уже киіне беретін боламын. Соткан менің зарылкада тұр. Мен уже киініп жатырмын. Қазір жүктерімді алып уже баратын боламын. В общем, достар, өте жаман сезіммен болды. Өте өкінішті. Короче, ол дораманың аты «Обязанности после школы». Короче, мен мектепке кеттім, қорқып кеттім ғой. Короче, все. Бүгінгі видео ұнады деп ойлаймын. Где-то лайк басып қолдап кетіңіздер. Всем пока.